Баршаға сәлем. Бүгін чупа-чупс дайындауды көрсетемін. Ол үшін арнаға тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Тостақанды аламыз, оған 1 стакан шекерді саласыз, және тура соның үстіне 1 стакан салқын су құямыз. Су мен шекердің өлшемі бірдей болу керек. Біреуі артық, біреуі кем болуға болмайды. Соң араластырмайсыздар. Тура осы күйінде жанып тұрған отқа қоямыз. Енді қайнап бастаған кезде глюкоза сиропы бар. Осыдан 1 шай қасық глюкоза сиропын қосамыз. Егер сіздерде 2 стакан шекер мен 2 стакан судан істейтін болсаңыздар, онда 2 шай қасық глюкоза сиропын қосасыздар. Яғни 1-ге 1 жүреді. Глюкоза сиропын қосқан кезде ғана осылай 1-2 рет қозғаймыз. Егер краска қосатын болсаңыздар, осы кезде глюкозадан соң қоссаңыздар болады, бірақ мен қазір қоспаймын. Осылай 15-20 минут көлемінде қайнайды, көпіршіп бастайды. Соң жаныңызға 1 стакан салқын су құйып қоясыздар да, таяқшаны осылай қайнап тұрған сиропқа салып көресіздер. Соң салқын суға батырасыздар. Осылай кішкене қатады. Егер соны аузыңызға салып чайнап немесе тістеп көрсеңіздер, тісіңізге жабысып жатса, созылып жатса, онда ол әлі дайын емес деген сөз. Жоғарғы алауда 15-20 минут, кішілеу алауда онда ол 30-40 минуттай қайнайды. Осылай мінекей таяқшаңызды батырып көргенде осылай ағып тұрса, ол әлі дайын емес деген сөз. Оны суға салып тістеп көрсеңіздер, тісіңізге жабысып тұрады. Ол әлі дайын емес деген сөз. Дайын болған кезде таяқшаңызды осылай салған кезде осылай көпіршіп таяқшаңызға жабысады. Соң суға салған кезде шөлмек сынады ғой, сықыр-сықыр деп сондай дауыс шығады. Соны дайын болғаннан кейін аласыздар да осылай кішкене тұндырасыздар. Көпіршігі басылады ғой, 15-20 секунд, содан кейін құйып бастайсыздар. Басында 5-6 чупа-чупске дейін осылай сұйық болып тұрады, кейіннен уже қатып бастайды. Сондықтан да бұл жерде қолдың жылдамдығы керек. Құйып жатқанда тез-тез құймасаңыз қатып қалады. 15-20 минуттан кейін осылай дайын чупа-чупстер пайда болады. Осылай өздеріңіздің балдарыңызға жасап беріп қуантсаңыздар болады.